Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге сөз ап подкасты, және де бүгінгі күн біз үшін ерекше болмақ, себебі біз бүгін ерекше тақырып жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі подкасты мен Ахмет Байтұрсынның тілін жоғалтқан жұрт өзінде жоғалтады деген арнайы бір керемет бір сөзмен бастағым келіп отыр. Және де бүгінгі подкастта біз тілдің маңыздылығы жайлы, оның жалпы қоғамда алатын рөлі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ендігі кезекте сендерге бір қоятын сұрағым бар еді. Қазіргі таңда біз білеміз, адам жұрт үшін, жалпы халық үшін маңызды, ол бізде тіл болып табылады. Бірақ қоғамдағы ең өзекті мәселелердің бірі халықтың өз тілінен айырылу, және болмаса өз тілін құрметтемеу болып табылады. Сендер осы тақырыпта қандай ойдасыңдар жалпы? Бұл мәселеге қалай қарайсыңдар? Жалпы осы тақырыпқа келетін болсақ, мен ойымша бұл мәселе кезіндегі русификация саясатынан туындаған, яғни кезінде Ресей КСРО-ның құрамында болған СНГ жаңағы елдердің бүткілінде бұл проблема өзекті деп ойлаймын. Себебі ол кезде русификация жаңағы саясаты жүргізілді деген секілді. Тіптен қазіргі қазақ қоғамын алатын болсақ, қазақтардың өздері, кейбіреулері әлі күнге дейін бар, қазақ тілінде сөйлеу ол бір ұят нәрсе секілді қабылдайды өзіне. Яғни орыс тілінде сөйлеу өзін бір білімді, интеллигентті адам секілді сезінеді орыс тілінде сөйлегендер. Бірақ мен ойымша ондай емес, себебі қазіргі жастардың арқасында деп айтайын ба, қоғамның өзгеруінен деп айтайын ба, қазақ тілінің қадірі өсіп келе жатыр, яғни оның жаңағы қасиеті деген секілді. Шыны керек, сондай қоса айтқым келіп тұр. Себебі бізде қазіргі қазақ фильмдерінің өздерінде андай бейшара адамдарды қазақша сөйлетеді, ал ақшасы бар, атақты бір адамдарды тек орысша сөйлетіп қояды. Осының өзінен бізде андай қазақ тілінің дәрежесін төмендетіп тұрған екенін көре аламыз. Шыны керек, мысалы қарапайым отбасыдан да басталады ғой бұл негізі. Өйткені көп отбасыда балалардың орыс тілінде көріп жатқан мультфильмдерін көріп жатамыз, болмаса теледидардан қарапайым, мысалы Маша Медведь қосып қояды, болмаса Ну погоди деген сияқты. Әрине бұның барлығы, мысалы көп жағдайда айтып жатады, негізі әлеуметтік желілерден көріп жатамын, Маша Медведьтің өзі ол тікелей балалардың психологиясына әсер ететін кері бір жағдай деп біледі. Ал мысалы қазақ қоғамындағы бізде қазақ мультфильмдер бар, мультимедиалары, олардың барлығы тікелей ертегілерді көрсету арқылы соның балалардың жалпы сана сезімін, ойлау өрістерін дамытады деп ойлаймын. Барынша қазірден бастап негізінен осы тілдің меңгеруі, тілдің белгілі бір деңгейде дамуы осы бізге байланысты, әсіресе жастардың қолында деп білемін. Мысалы, әрине бұл ерте кезеңдерде, мысалы кеңес одағы кезінде орыс тілінде болуы мүмкін, бірақ қазіргі жағдайда мысалы орыс тілінде сөйлейтін қазақтар да бар, бірақ қазақтар өздерінің жаңағы мәселелерін, жалпы өздерінің бойындағы мәселелерді біле отырып, қазіргі таңда жұмыс істенуде деп ойлаймын. Одан бөлек, мысалы қоғамда қазір байқап жатсақ, тек қана орыс тілінде ғана емес, тіпті қазақ тілінде, мысалы қазақ тілінің маңыздылығын артқандығын көріп жатамыз. Қарапайым дүкенге барған кезде де, мысалы орысша сөйлемейді, мысалы орысша емес, сенен қазақша сұрайды бірінші бастағаннан кейін. Және де сенің жауап беруіңе байланысты оның да жауап беру тілі қалыптасады деген сияқты нәрсе ғой. Сендер енді мысалы, сендер қалай ойлайсыңдар, қазақтардың жастардың арасындағы тілдің дамуына, олардың шетелге кетуі, болмаса шетелге еліктеуі қаншалықты әсер етеді? Мен ойымша ол ешқалай әсер етпейді, себебі ол адамның өзіне тікелей байланысты. Қаншама шетелге кетіп, білім алып, бірақтан қайтадан оралып жатқандар да қаншама. Ал тіптен қазіргі актуалды болып жатқан отбасы бар ғой, Кәусар деген қыздың отбасы. Олар өздері Англияда тұрғанымен, Лондонда тұрғанымен, сол басқа елде, басқа қалада тұра отырып, қазақ тілін сол жерде дамытып отыр. Яғни ол қыздың отбасы, мысал ретінде айтсақ, Димаш Құдайбергеннің фанаты, жанкүйері. Енді Димаш Құдайберген ол бізде әлемге әйгілі әнші болғандықтан, оның әлемнің түкпір-түкпірінен жанкүйерлері бар. Димаш ол бізде қазақ болғандықтан, оның тіліне деген, мәдениетіне деген қызығушылықтар ашылады. Сол себептен жаңағы кішкентай қыз ол қазақ тілін пропагандировать етіп жатыр деп айтсам болады. Осылай. Тіптен жаңа сен айтып өткен қазақ киноларына келетін болсақ,
жалпы осы қазақ кино индустриясында өзінің үлесін қосқан Нұрлан Қоянбаевтың өзі айтып отыр. Яғни кезінде мүлдем қазақ тілді киноларды көрсетпеген кинотеатрлардың өзінде қазіргі таңда орыс тілді кинолардан қарағанда қазақ тілді кинолар әлдеқайда басып озған. Сонымен қатар бала тәрбиесі жайлы айтып өттіңдер ғой. Мысалы бізде кейбір ата-аналар өздері қазақша сөйлейтін мамасы да, анасы да, әкесі де, алайда өздерінің балаларын орыс балабақшаларына береді деп, және де балалары сол жерде қанша дегенмен орыс менталитетінде өсіп, солайынан тәрбиеленіп кетеді. Және де қанша дегенмен мінезінде, мінез құлқында түрлі өзгерістерді көруге де болады. Соның өзінде соған орайда біз типа адамның тәрбиесі кішкентай кезінде қандай ортада өскені, орыс қоғамында немесе қазақ қоғамында өскенін өзі үлкен әсер етеді. Сол үшін баланы кішкентай кезінен бастап ондай қазақша немесе көбінесе қазіргі уақытта ағылшын тілі өте танымал болуда, және де кең ауқымды алуда. Сол себепті де ағылшын садиктері немесе ағылшын тілінде үйрететін түрлі қосымшаларға жіберсе деп ойлаймын негізінде. Жаңа мен айтып өттім ғой, ол жалпы адамның өзіне тікелей байланысты деп жүр. Шоу-бизнесте бізде Баян Мақсатқызы көптеген өзінің үлесін қосқан, осы қазақ шоу-бизнесінің негізін қалаған адамдардың бірі. Ол кісі қазіргі енді өнерін қарайтын болсақ, ол кісі өзіне орыс тілде сөйлеу ыңғайлы. Бірақ ол кісі өзінің қыздарын, яғни балаларын қазіргі таңда өсіріп отқан толықтай қазақ тілге үйретуге тырысады. Бұл жерде біз тағы да қорытындылай келе айта аламыз, яғни ол тілдің дамуына, тілдің қайтадан жаңғаруына тікелей өзімізге байланысты екендігін. Иә, шыны керек. Енді осымен біздің подкастымыз өз аяғына жетті деп ойлаймын. Кәдімгідей көп тақырыптарды толыққанды аша алдық деп ойлаймын. Енді мен өзімнің сөз қорытынды айта кететін болсақ, бізде тіл ол халықтың рухани жалпы тірегі болып табылады. Қанша жерден сен мысалы басқа мәдениетке қызығып тұрсаң, басқа мемлекетке, басқа шетелдің мәдениетіне қызығып тұрсаң да, өз тіліңнің, өзіңнің жалпы ұлттық рухани мәдениетіңнің дамуына ешқандай кедергі келтірмеуің керек. Ол сенің тілің, ол сенің ертеңгі болашағыңның бір көрінісі. Сол себептен де қазірден бастап өзіміздің тіліміздің, дініміздің дамуына өзінің үлесімізді қосқанымыз жөн деп ойлаймын. Енді өздерің қорытынды сөз айтсаңдар. Иә, сен айтып өткендей, тіл бізде ол ұлттың жүрегі, яғни мәдениеттің тірегі деп айтсақ та болады. Тіл арқылы біз өткенімізді де болашағымыздың да көрінісін көре аламыз. Сол себептен ары қарай қазақ тілінің қайта жаңғыртуымыз керек. Бұл процесс тоқтап қалмау керек, ары қарай тек қана дами беру керек деп ойлаймын. Ана тілін сақтау ол біздің яғни парызымыз. Сол себепті де әрқашан қазақ тілімізді жаңғыртып, және де тек қазақ тіліндегі подкаст осындай түрлі оқиғаларды немесе шығармаларды көбейте берейік. Егер сіздерге подкаст ұнаса, лайк басыңдар десең. Бүгін бізді ойлаймын. Көрермендер, сіздермен бірге сөз ақ подкасты, және де бүгінгі күн құрметті көрермендер, сіздермен бірге басынан қайырлы күн. Енді тілдің маңыздылығы жайлы сөйлесем.